Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай басқа тағатын таңғышты оқитын боламыз. Орысшасы повязка деп аталады. Осылай повязка деп айтсам ыңғайлы болатын секілді, иә. Қараңыздар, осындай әртүрлі түріне шашуға арнап тоқсаңыздар болады. Өте әдемі және тез. Мен ярнарттың осындай джинс деген жібін қолданам, бірақ сіздер өзіңізде бар кішкентай осындай кесілген жіппен тоқсаңыздар болады. Қараңыздар, ең алдымен осылай біз воздушная петля тоқимыз. 3 ілмек тоқып алып, бірінші ілмекке біз пышный столбик жасаймыз. Осылай қараңыздар, 4 рет аламыз. Крючокқа жіпті іліп тұрып, бірінші ілмектің ішіне крючогымыз кіргізіп, ар жақта жіптен осылай 4 рет алып, біз пышный столбик жасаймыз. Және барлығын общий осылай бір ілмектің ішіне кіргіземіз. Қараңыздар, осыны бізде пышный столбик шығады. Қайтадан тағы бір рет сіздерге қайталап көрсетсем, түсінікті болу үшін. Міне, ең бірінші ілмекке осылай жібімізді кіргізіп тұрып, ілмекті алып тұрып, осылай крючокқа іліп тұрып, осындай біз пышный столбик жасаймыз. 4 тоқимыз және барлығын бірге осылай кіргізетін боламыз. Осылай кіргізіп бір ілмек жасаймыз. Міне, бізде осындай пышный столбик шықты. Тағы да бір ілмек тоқимыз. Тап жаңағы жерге қайтадан біз сол жерге қайталап пышный столбик жасаймыз. Ол үшін крючокқа осылай жібімізді іліп, жаңағы жерге крючогымызды кіргізіп тұрып, біз тағы 4 рет кіргізесіздер. Осылай барлығын бірге осылай кіргізіп, ілмекпен жабасыздар. Міне, осындай болып шығады. Сосын тағы 2 ілмек тоқисыздар. Айналдырасыздар міне тоққандарыңызды. Және дәл ортасына қайтадан осындай пышный столбик жасаймыз. Дәл ортасына крючогымызды кіргізіп тұрып, біз пышный столбик жасаймыз. Сосын тағы бір ілмек тоқисыздар ортасына. Және де қайтадан сол жерге біз пышный столбик тоқимыз. Дәл ортасына кіргізіп тұрып, 4 рет аласыздар. Общий барлығын бірге қосасыздар. Тағы 2 сақина тоқып, айналдырамыз. Және жаңағы ортасына біз, дәл ортасына біз тағы пышный столбик тоқимыз. Крючогымызға жібімізді ілеміз, осылай барлығын бірге қосып, бір ілмек тоқып, дәл ортасына тағы осылай кіргізіп тұрып, пышный столбик тоқисыздар. Тап осылай өзіңіздің басыңыздың, размерін, оң жақ құлақ пен сол жақ құлақтың айналдырып, примерно менде 29-28 шықты да, сондай қылып тоқисыздар. Дәл осылай размері осындай 2 құлақтың арасындағы сол сіздің размеріңіз болады. Басыңыздың размері кішкентай, балаңызға кішкентай алау болады. Менде 29 осындай пышный столбиктер тоқыдым. Қараңыздар, енді дәл осы жерге біз кіргізіп тұрып, қараңыздар, міне, біз столбик без накида тоқимыз. Міне, осылай столбик без накида тоқимыз. 4 воздушная петля, қазақша 4 ілмек тоқимыз. Және де тап мына жерге ортасына столбик без накида тоқимыз. 4 сақина столбик без накида. Тап осылай біздің осы повязкамыздың соңына дейін бір шетін осылай тоқып шығыңыздар. Соның ортасына келгенде қалай болатынын көрсетемін. 4 ілмек столбик без накида, 4 ілмек столбик без накида қылып тоқисыздар. Қараңыздар, міне, бір шетін осындай қылып тоқып шықтық. Енді қараңыздар, дәл ортасына келген кезде міне осы жерге қараңыздар, біз 4 столбик без накида тоқимыз. Бірінші столбик без накида, екінші столбик без накида, бір жерге
төрт столбик без накида тоқимыз. Үшіншісі және де төртіншісі. Төрт ілмек тоқимыз, столбик без накида. Тағы осыны соңына дейін тағы да қайталайсыздар. 4 воздушная петля, столбик без накида, 4 воздушная петля, столбик без накида. Тағы осылай қайталай бересіздер. Міне осылай қайталай бересіздер. Және екінші шетіне келген кезде, яғни міне біз осылай тоқып болдық. Өте әдемі болып шықты, қараңыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл міне осы жерге келген кезде тағы да қайталап біз бір жерге 4 столбик без накида тоқимыз. Және де міне басына тұрған столбик без накидаға осылай қосатын боламыз. Міне енді біз екі шетін тоқимыз. Енді біз қараңыздар айналдырамыз. Осылай крючогымызды бірінші столбикке кіргізіп тұрып, осылай ішіне кіргізіп тоқимыз. Біз екі ілмек тоқимыз. Сосын қалғандарына 3 столбик с накидом тоқимыз. Яғни барлығын қосқанда бізде 4 столбик с накидом шығады. Яғни баған шығады бізде. Тағы да 2 сақинаны тоқимыз. Бірінші столбик с накидом, екінші столбик с накидымды қосып, біз 1 столбик с накидом шығарамыз. Енді біз 2 сақинаның үстіне біз осылай столбик с накидом тоқимыз да, тағы 2 сақина тоқимыз да айналдырып, 1 столбик с накидом, екіншісіне сақина тоқыған жерімізге үшеуін бірге қосып, осылай қысқартып тоқимыз. Қараңыз, осылай бізде қысқартылған түрі шығады. Және де біз 50 воздушная петля, яғни 50 ілмек тоқитын боламыз. Осылай 50 ілмек тоққаннан кейін плюс тағы 3 ілмек жасаймыз. Сосын осы 3 ілмектің біріншісіне біз тағы да пышный столбик тоқимыз. Біріншісіне аламыз да 4 рет осылай жібімізді осындай пышный қылып алып, пышный столбик жасаймыз. Сосын осылай бір ілмекке кіргіземіз. Тағы да 3 ілмек тоқып, ең бірінші тоқыған жерімізге осылай кіргіземіз. Қалғандарын видеодағыдай қылып, осылай істейсіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Екінші жағында тап осылай столбиктермен қосып тоқисыздар. Бізде осындай болып шықты. Өте әдемі. Жібімізді осылай кіргізіп, керек емесін қиып тастаймыз. Қараңыздар, мына шетіне келген кезде бірінші
столбик бес накиданың үстіне осылай ілмекті кіргізіп аламыз. Кішкентай жіпті міне ұстап тұрып арасына кіргізіп тоқып жібереміз. Қазір біз 2 сақина тоқимыз. Сосын екінші ілмектен столбик с накидым тоқимыз, яғни бағаны тоқитын боламыз. Не арасына осылай жіпті кіргізіп жіберіп тоқыңыздар. Мына үшінші столбик с накидым және де төртіншісін тоқимыз. Сосын тағы 2 сақина тоқып кіргізіп тоқи бересіздер. Қыздар, повязка міне осындай болып шықты. Тоқыманы енді тоқып жүрген қыздар да бұны тоқи алады. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Сіздерден қолдау күтемін.